Сарыарқа төсіндегі елордасын абаттандыру үшін осыдан 22 жыл бұрын елбасының бастамасымен жасыл белдеу жобасы қолға алынды. Шаһарды айнала қоршаған орманның ауқымы бүгінде 15 гектарға жетті. Енді ол 2 есеге ұлғаймақ. Биылдың өзінде 500 мың түп көшет отырғызылды. Іс мұнымен шектелмейді. Астананы жасыл желекпен жайнату қала ішінде де қарқын алған. Қайырлы күн, бүгін біз Астана Лайф бағдарламасында күзгі экологиялық айлықтың жай жапсарына тоқталамыз. Бас қалада биылғы күз тал егу мен тазалық науқанына арналды. Қыркүйектің 16 мен қазанның 13-не дейін экологиялық айлық жарияланды. Аудандар мен аулалар және саябақтар қоқыстан тазартылды. 170 тонна қалдық пен қоқыс сыртқы полигонға шығарылды. Тал теректің түптері қопсытылып, түрлі зиянкестерге қарсы химиялық қоспалар себілді. Экологиялық айлық барысында 12 қазан қалалық ағаш отырғызу күні ретінде белгіленді. Бір ғана Сарыарқа ауданында Астана көгалдандыру құрылысы ұйымы 2248 түп ағаш екті. Ауданда отырғызылған ағаштарды Астана көгалдандыру құрылысы жеке шаруа серіктестігі мердігер ұйымымен жыл сайын суару, қопсыту, жапырақтарынан тазарту жұмыстары жасалады. Аталмыш ұйым қала бойынша биыл 10 мыңға жуық ағаш еккен. Абаттандыру жұмыстары 4 ауданды түгел қамтыды. Өзімізде сол ағаш отырғызатын мекен жайлар бар. Ағаш отырғызатын мекен жайларымыздың көлемі 349 гектар. Оның ішінде 320 мыңға тарта 50 түрлі ағаштарымыз бар. Біз ол ағаштарды өзінің кішкентай ғана тұқымынан, кішкентай ғана сабағынан жасап өсіреміз де, оны 15-25 жылға дейін өзіміздің сол мекен жайымызда ұстап, қалаға дайын болған кезде шығарамыз. Сондағы ең кішкентай ғана жастағы ағаштарымыз, талшықтарымыз 5 жастан басталса, соның 25 жылға дейін жетеді. Ағаш отырғызу науқанына 35 мыңнан астам адам қатысты. Олардың қатарында белсенді қала тұрғындары бар. Біз ең бірінші мектептің жанында көшет отырғыздық. Сонда бұл бізге тоғай өсіру, оны отырғызу бізге өте ұнайды. Өйткені болашақта біз оның жемісін көреміз, оның әдемілігін көреміз, оның көлеңкесінде отырамыз. Балаларымыз бізді естеріне алады. Нұрсұлтандықтар сондай-ақ сенбілікке де білек сыбана кірісті. Көше көркі, Астана көркі. Қоршаған ортаны аялайық. Астана әсем қала деген ұранмен апта сайын елордалық жекеменшік кәсіпорындар өз алдына жеке тазалық күндерін өткізді. Жалпы қалалық сенбіліктерге жоғарғы оқу орындары, мектеп ұжымдары жаппай қатысты. Тіпті мемлекеттік қызметкерлер мен дипломаттар отбасымен бірге атсалысты. Қауырт жұмысына қарамастан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі кетпен мен күрек ұстап көшет отырғызды. Елорданың ботаникалық бағында өткен сенбілікке қатыстым. Елімізді көгалдандыру табиғатты қорғауға қажетті және қайырымды іс. Осы пайдалы шараға атсалысқан барша қатысушыларға алғыс білдіремін. Елордамыз жайлы және жасыл қалаға айналуы керек. Сенбілік кезінде тағы 7 мыңға жуық ағаш отырғызылды. Сондай-ақ шара аясында таза өзендер акциясы ұйымдастырылды. Студенттер мен еріктілер бірлесе Есіл, Ақбұлақ, Сарыбұлақ өзендерінің арналарын қоқыстардан тазартты. Негізгі біздің мақсатымыз халқымызды, жастарымызды ағаш отырғызуға мәдениетін үйрету. Әрбір қазақстандық бір талдан отырғызатын болса, жылына 18 миллион тал дүниеге келуші еді. Ағаш бізге өмір сыйлайды, біздің экологиялық жағдайымызды дұрыстайды, ауамызды дұрыстайды. Бұл біздің болашағымызға, ұрпағымызға мұра ететін табиғатымызды қалдырады. Естеріңізде болса, жалпы қалалық сенбілік әдетте көктемде өтетін. Биыл алғаш рет күздігін ұйымдастырылып отыр. Яғни Астана өмірінде тағы бір тамаша дәстүр пайда болды десек болады. Шараның мақсаты қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру, тазалық сақтауға шақыру, жалпы қаланың көркеюіне әр тұрғынның жауапты екендігін түсіндіру. Және бұл жауапкершілікті азаматтардың сезінетіне көз жеткіздік. Себебі сенбілікке оқушыдан бастап, ақ жағалы шенеунікке дейін бір кісіде қатысып, ауласының тазалығына бей-жай қарамайтын тұрғындар да өз үлесін қосты. Бүгінге осы Астана Лайф бағдарламасы қала тынысымен таныстыруға әркез дайын.